алғашқы спектакльде біздің адамдар көбірек болды енді. Әуезов театры, Карс театры. Үшінші күнгі спектакльде тек қана ағылшындардың өздері болды, 95% дейміз ғой. Түркияның елшісі, Германияның елшісі, менің кітабымды автографпен жаздырып жатқан көптеген адамдар, сонымен жетісі күні кеше дөңгелек стол болды. Дөңгелек стол біздердегідей Ұлан Асыр көп адам жинамайды, оларда бір 10 шақты адамынан пікір алмасады. Және олардың ең негізгі мақсаты осындай дөңгелек столды беру арқылы оларды баспаларға таратады, теледидардан береді. Кітап сату деген осылай болады екен оларда. Қазір соның өзінде осы 2 күн ішінде бір 500-600 кітап өтіп кетті. Мен оны білген жоқпын әлі. Кейіннен өздер есептесер. Кездесулер. Міне осымен әйтеуір сәл рухани байып келе жатырмыз, рухани жаңғырудың алдында осы барысында. Сонымен енді жеке талдау, үлкен әңгіме кейін болып жатар деп ойлаймын.